Тоқаев өз жолдауында білімнің сапасы табысты ұлт болудың тағы бір маңызды шарты деп атап көрсеткен, әрбір оқушының білім алып жан-жақты даму үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс деп елдегі білім сапасына тоқталып өткен болатын. Ел дамуының болашағы білімді де білікті жастардың қолында екендігін атап өткен. Сондықтан әр оқушының өз кәсібін дұрыс таңдауына жағдай жасау бізге жүктелген жауапты міндет. Біздің Жетісай ауданының білім бөлімі осы 2023 жылдың 15 қыркүйегінде Астана қаласындағы Оян Групп жауапкершілігі шектеулі серіктестік директоры Жұманазаров Айдос Әділбекович бір тараптан және Жетісай ауданының білім бөлімі атынан жарғы негізінде әрекет ететін басшы Шүкірбаева Ғазиза Әлібековна екінші тараптан ұжымдық түрде ынтымақтастық туралы меморандумды жасады. Жалпы түпкі мақсат ауданымыздың кәсіби бағдар мамандарымыздың ұлттық бірыңғай тестілеу форматымен және мамандықты дұрыс таңдауға бітіруші түлектерге бағытты дұрыс беру бойынша болып отыр.